Барлығыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін осындай шоколад қосылған үлпілдек күшті печенье пісіретін боламыз. Заттар: сливочное масло 230 грамм, сахар 200 грамм, жұмыртқа 2 штук, сода жарты чайный ложка, тұз жарты чайный ложка және 1 чайный ложка разрыхлитель, 200 грамм шоколад. Егер сіздерде таразы болмаса, описанияға кіріп оқысаңыздар, қасықпен қалай өлшеу керек екенін осы граммдарды жазып қойдым. Ал енді печеньемізді илеп бастаймыз. Үй температурасында еріп тұрған сары майды алып, оның үстіне қантты саламыз. Екеуін бірге жақсылап миксермен 2-3 минуттай миксерлеп аламыз. Егер сізде миксер жоқ болса, винчикпен де жасауыңызға болады. Ол кезде майды еще кішкене жұмсағырақ жасап алыңыз. Сонда тезірек бір-біріне соғылатын болады. Майымызды 2-3 минут жақсылап миксерлегеннен кейін қою ақ массаға айналады. Сол уақытта жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырып миксерлейміз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін енді құрғақ ингредиенттерді қосамыз, яғни тұз, разрыхлитель, сода, оның артынан ұнды. Ұнды салғаннан кейін барлығын қолмен мұжып алуыңызға да болады, немесе ақырындап отырып лопаткамен немесе миксермен де араластырып тесто илеп шығаруыңызға болады. Енді шоколадтарымызды осындай қатты ұсақ емес, қатты ірі де емес кусоктарға бөліп аламыз. Шоколадтарымызды да тестоға қосып, барлығын бірге жақсылап араластырыңыз. Міне бізде осындай жақсы тесто пайда болды. Тесто кішкене қолға жабысып тұрады. Жұмсақ болғандықтан пергамент қағазына печеньелардың формаларын беріп, жақсылап орналастырамыз. Осы уақытта пешіңізді 170 градусқа қыздыра беріңіз. Печеньеміз дайын. Қызып тұрған пешке салып, 10-15 минут пісіріп аласыз. Егер де печеньеңіздің қызыл болып піскенін қаламасаңыз, онда 10 немесе 8 минутқа қойып алуыңызға болады. Ыстық кезінде печенье өте жұмсақ болып тұрады. Негізі ыдыстан толық қатқаннан кейін, кепкеннен кейін шығарған жөн. Кебу үшін көп уақыт алмайды. Печеньелер сондай шоколадты, сондай песочный қытырлаған күшті печенье болып шығады. Міне мен сіздерге қазір ішін жарып көрсетемін. Ішінде шоколадтар да сондай аппетитный болып тұрады. Балаларыңыз мына печеньеден кейін уже базардың печеньясын мүлдем де жемейтін болады. Ас болсын. Каналға подписаться етіп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.